Сәлем достар, бүгін біздің студиямызда қонақта айтыскер, ақын, қоғам қайраткері Мұхамеджан ағамыз келіп отыр. Аға, сізге көп-көп рахмет, тығыз уақытыңыздың арасында бізге уақыт бөліп отырғаныңызға. Бірден сұраққа көшейік. Аға, өзіңізден бастаңызшы, қазір қайда тұрып жатсыз, немен айналысып жатырсыз, шығармашылығыңызда қандай жаңалықтар бар? Қазір Алматыдамын. Жалпы енді мен Алматыда өмір сүріп жатқаным 30 жылдан астам уақыт өтіп кетті. Арасында бір Малайзияда тұрып, шетелде тұрып, Стамбулда тұрып, әртүрлі сапарларда шығармашылық болдық. Бірақ қазіргі уақытта Алматыдамыз. Бірақ көбінде региондарға, аймақтарға шақырады, мысалға Шымкентке, Ақтауға, Оралға деген сияқты кездесулер өткіземіз. Жастарменен сұхбаттар, қазіргі заманауи трендтегі сұрақтарды бірге талқылаймыз. Бірақ қазіргі кезде ең басты айналысып жүрген нәрсем жастардың мені іздеген талпыныстағы сауалдарына жауап беру. Ол қалай? Мысалы, аға, сіз қалай жетістікке жеттіңіз? Аға, біз қазіргі уақытта бір жар таңдау мәселесінде, немесе біз кәсіп таңдау мәселесінде, немесе адамдармен қарым-қатынас мәселесінде көптеген кедергілерге душар боламыз. Осы нәрселерді қалай шешсек болады? Мен айтамын, неге менен сұрайсыздар? Себебі, аға, сізді әрқашан тыңдаймыз, бір жүрегімізге сенім ұялайды тыңдасақ. Сондықтан сізбенен қалай әңгімелесеміз деген жастардың талабына жауап берумен жүрмін. Негізгі айналысып жатқан жұмысым қазақ жастарыменен сырласу, сұхбаттасу, олардың жан дүниесін мазалаған сұрағына тәжірибелі аға ретінде, тұлға ретінде жауап беру. Түсінікті, өте жақсы, рахмет. Соңғы сұхбатыңызда психологияға бет бұрған екенсіз, жан іліміне. Сізді бұл сала қай жағымен қызықтырды сізді? Психология деген құрал, ол үлкен ғылым, қазіргі замандағы, ол енді былайша айтқанда біздің ата-бабамыз табиғи тұрғыдан өзі психолог болған, бірақ енді біз батыс пен шығыстың ғылымын игеруге міндетті болғандықтан, сол психологияға сүйене отырып, көптеген сауалдардың жауабын тез тауып беруге мүмкіншілік бар. Себебі психология құрал. Сол себептен бір ғылымның түбіне жеткен адам жоқ қой, бірақ біз де шамамыз келгенше осы психологияға арқа сүйей отырып, қазіргі жастардың жан дүниесін мазалаған сұрақтарына жауап берсек деген талпыныспен жүрміз. Енді жастарды қазіргі уақытта ең бірінші кезекте не мазалайды білесіз ба? Уақыт жылдам өтіп жатыр. Және тез нәтижеге жеткісі келеді көп жастар. Бірақ сол тез нәтижеге жетем деп аттап-құттап көптеген тағдырдың бір қиындықтарына ұшырап қалады. Біреулерге сеніп қалады, қаржылай қарызға кіріп кетеді, немесе бір пирамидаларға ұрынып қалады, немесе бір психологтардың алдау арбауына түсіп қалады. Сөйтіп қолында бар ақшасынан айырылып, бірақ түбінде өзінің ойындағысы орындалмай опық жеп жүрген жастар көп. Мінекей. Енді ол жастарға бұрындары отының басында әке абырой болатын, мама авторитет болатын, ағасы, көкесі, ұстазы дегендей. Бірақ өкінішке орай қазір қарахан балапан басымен, тұрымтай түсімен әркім өзінің қамымен өмір сүріп жатқандықтан, балалар, былайша айтқанда, жастар әсіресе, кім оның алдынан шығады, тағдырын соған тапсырып кетіп бара жатыр. Сол себептен де мен іздену үшін өте жүздеген кітаптарды оқуға, мыңдаған сағат лекцияларды тыңдауға мәжбүрмін. Себебі жұрттың алдына шығып, қазақ деген қауымның алдында бір жауапкершілікпен ағалық сөз айту үшін де өте көп ізденіс керек. Қазір енді қоғамда осы психологтар мен коучтардың бір заманы деп айтамыз ба, бірақ көп отбасыларға бір оңынан көмектесіп жатқан жоқ. Көп мысалы комментарийларды оқып жатсақ, осы психологтан сабағын алып, әйелім өзгеріп, балалар шағасымен тастап, өзіме көңіл бөлем деп ажырасып кетіп жатқан отбасылар да бар. Енді айтыңызшы, біз қалай таңдауымыз керек психологтарды? Көптеген адамдар ол психологияны жауапкершілік деп қабылдап жатқан жоқ. Психологияны бір ақша табудың құралы ретінде көріп жатыр. Сондықтан алдынан қандай кітап шықса, қандай білім шықса, соны калька ретінде, бір қасаң қағида ретінде алады да, оны алдындағы адамға ұсынады. Осы мысал үшін қазір неше түрлі адамның омыртқасын майыстырып жатқан массажында түрі көп. Осы күні бір шығыстан неше түрлі дәрі-дәрмектерді әкеліп адамдарды бір қатерлі жағдайға түсіріп жатқан емші тәуіп те көп. Тура сол сияқты психология да сондай. Оны өзінің бір лайықты адамы оқымаса, оны бір жауапкершілік сезінген адам игермесе, оны бір қоғамның алдында ертең осы үшін мен жауап берем деген адамдар осыменен бір жауаптанып айналыспаса, ол өте қатерлі дүние.
себебі саған адамдар жүрегін ашып келеді, ал сен оларға үкім беріп жіберуің мүмкін, үкім өміріне. Бір соттың үкімі сияқты, мынаны ажырас, мынаны таста, мынадан қаш, мынаған барма деген сияқты. Соның себебінен қанша адам тағдыры тығырыққа тіреледі. Енді мен айтар едім, жалпы психологияға барсаң да, қандай психологқа барсаң да, коучқа барсаң да, сенімді адамдардың рекомендациясы арқылы ғана бару керек. Яғни сенімді адамдар кім? Ол сенің ата-анаң, ол сенің туысың, ол сенің жақының. Сол адамдарды өмірде жекелей таниды, жекелей көрген, жекелей біледі. Ол адамның кәсібилігіне, ол адамның парасатына, ол адамның адамгершілігіне көз жеткен. Ондай психологтар жоқ па? Бар. Бірақ өкінішке орай біз ізденбейміз. Алдымыздан кім шықса соның соңынан ілесіп жатырмыз ғой. Бірақ енді ата-ана деп жатсыз ғой, ата-ана енді бұрындары ондай психологтар болмады ғой. Ол кезде жаңа жеңгелер, ол мысалға ұрысып қалған екі жасты жеңгелер табыстырып жүр, жеңгелер атқарды көбінесе. Енді сіз ата-ана деп жатсыз, ата-аналар да қазір көп психологтар жайлы біле бермейді, ажырата алмайды. Ата-аналар да атсалысу керек, туыс-туғандар да, жақындар да атсалысу керек. Мысалы үшін маған шығуы мүмкін да бір адам. Мұхамеджан аға, сіз танитын едім, сіз менің туысымсыз, жақынымсыз, мен қандай психологқа барам десем, мен 10 адамды айта алмаймын ғой. Мен мысалға 2 адамды айтуым мүмкін, 1 адамды айтуым мүмкін. Әйел болса, белгілі бір өзім танитын, жақын араласқан, отбасыммен араласқан, білетін адамды айтуым мүмкін да. Сол сияқты айтайын дегенім, саған жанашыр, жақын адамдардың рекомендациясымен барған дұрыс деп ойлаймын. Әйтпесе не деген сертификаттар мен свидетельстволарды, дипломдарды, алғыс хаттарды іліп қойып, жұртты қабылдап жатқан. 2 апталық білім мен неше түрлі ақыл кеңестер. Осы жерде жаңа өзінің травмасымен, өзінің бір өмірінде өткен проблемамен кеңес береді. Субъективті жаңағы ойларымен. Бұл біздің, менің ойымша, бұл өте дұрыс емес деп ойлаймын. Жоқ, өте былай ғой, қойшы көп болса қой арам өледі дейді қазақ. Қойшы көп болса қой арам өледі. Негізі қазір шын ақыл айтушы, шын жол көрсетуші менен жалған жол көрсетушіні халық ажырата алмайды. Қазір сонда өте көбейіп кетті. Бірақ бұл мынандай нәрсе, Әсем, қай уақытта да халықтың жүрегіндегі бос кеңістікті пайдаланғысы келетін адамдар көп болады. Қай уақытта да. Сонау Иса пайғамбар шығардан алдын жалған тәуіп пен емшілер көбейіп кеткен екен. Мұхаммед алейхиссалам шығардан алдын жалған ақындар, идеологтар көбейіп кеткен екен. Мұса пайғамбар алейхиссалам шығардан алдын сиқыршылар көбейіп кеткен екен. Көрдіңіз ба? Қоғамда қандай сұранысқа деген қандай бір сұраныс пайда болса, соны сол кеңістікті жапқысы келетін адамдар пайда болады. Ол мыңдаған жылдарда бұрын солай, қазір де солай. Ал енді қазір біз жан-жағымызға қарасақ, адамдардың мейірімі азайды ма, көбейді ма? Азайды. Адамдар бір-бірінің жағдайына кірмек түгілі бір-бірінен басын алып қашып жүр, мысалға. Сондықтан адамдар көптің ортасында жалғыздықта өмір сүріп жүр. Былай қараса маңайында адам көп, бірақ айнаға қараса жалғыз. Оңаша қалса сырын, мұңын ешкімге айта алмайды, немесе ішкі дүниесінде туындаған сұрағына ешкім жауап бере алмайды. Сондықтан бұлар не істейді? Мына қазақта бір сөз бар. Суға ағып бара жатқан адам дейді, қасына жылан келсе де қарманып аман қалғысы келеді. Жылан өтіп баратса, жайшылықта сен жыланнан қашасың да, ал бірақ суға тұншығып жатқанда жылан болса да ұстайсың дейді. Сол сияқты адамдар, ол коучтар дұрыс па, дұрыс емес па? Ол психологтың артында не бар, не айтқысы келіп тұр? Сенің қалтаңа көз салып жатыр ма, қол салып жатыр ма, оған қарамайсың. Неге? Себебі жаның қиналып тұр. Мысалы үшін бүгін осы мен жаңа самолетке мініп жатқан кезімде, Астанадан ұшайын деп жатқанымда, менің сторисыма біреу сообщение жазып жатыр деп көмекшілерім айтты. Аға, қарап көріңізші деп. Мен сторисқа енді кіре бермеймін ғой, ұшаққа отырып жатырмын. Сторисыма кірсем, бір келіншек, аға масқара, бүгін ғана мен баламның бір сұмдық оқиғасына куә болдым, аға жауап беріңізші дейді. Ол не жайында деп жазып жіберсем, ана ұзақ хат жазып жатыр. Сосын мен тезірек жаза аласыз ба, мен ұшайын деп жатыр ұшақ деп. Сөйтсем ана жазып жатыр. Осылай құмар ойынға кірді, бүкіл елге қарыз екен, біз оны білмейді екенбіз деп жазып жатыр. Сосын ұшақ көтеріліп кетті, ұштым. Ұшып түскеннен кейін қарасам, жаңа кісі айтады да, осыны тез арада сізге барып, жолығып, мынаны шешіп тастауымыз керек дейді. Көрдіңіз ба? Осы сияқты енді ғана естіп, қазір ғана естіп баласының проблемасын, жақынының, отбасының проблемасын осы қазір ғана естіп, не істерін білмей отырған адамдар не істейді?
ешкім таңдамайды ғой, жаңағы шұбар жыланды ұстаған сияқты. Алдынан бірінші болып кім шықса, Инстаграмнан, ТикТоктан, Тридстан бастап сол адамға жазайын деп тұр. Жарайды, енді ол ел ағасы ретінде маған жазған шығар. Мен бір елдің, жастардың трендте жүрген ағасы ретінде мысалға мен дұрыс жауап беруім мүмкін да ол кісіге. Сіз арнайы маманға барыңыз, былай деп жауап беруім мүмкін. Менің орнымда басқа адам болса ше. Көрдіңіз бе? Жақсы, ақшаңызды салып жіберіңіз, мен мына сұрағыңызға бүйтіп жауап жазып жіберемін деп алдап жатқан адам аз емес қой қазіргі уақытта. Сізге көбінесе қандай проблемалармен жүгінеді? Отбасы, жасөспірім, кезең-кезеңмен бөліп айтып бере аласыз ба? Маған ең негізгі қазіргі кездегі жанымды ауыртатын және алдымнан жиі шығатын бұл жалпы қарым-қатынас тақырыбы. Сол қарым-қатынастың ішінде ерлі-зайыптылар. Күн сайын қосылып жатыр, бірақ шаңырақтар шайқалып жатыр. Осылардың әйел адамдар жаңағы еркектерді түсінбей, ер азаматтар әйеліне шок алып, бұл мына әйел аяқ астынан мынау не болып кетті өзі деп. Әйелдер де мына күйеу неғып өзгермейді, қашан өзгереді деп, жаңа бір-біріне деген көңілдері қалған адамдар. Енді ажыраса қояйын десе балалар бар, басқа жағдай бар, ортада көптеген міндеттемелер бар, қоғамның пікірі бар. Тіптен ажырасып, бірақ жоқ қайта қосыла алмай жүрген адамдар да көп. Осы ажырасып кетіппіз, бірақ асығып кетіппіз деген сияқты. Ең бірінші тақырып ерлі-зайыптылар. Ал екінші нәрсе не? Ол ер балалардың тәрбиесі. Ер балаларға байланысты. Ер балам жасық, қорқақ, тәуік, үйде жата бергісі келеді, тірлік істегісі келмейді. Сосын жалғыз басты аналардың жан айғайы көп алдымнан шығады. Жалғыз басты ана бір кезде энергиясы көп кезде баламды әйтеуір жеріне жеткізем деп ойлаған, бірақ біраздан кейін шаршаған, сосын баласынан да күтпеген қылықтар шыққан, сөйтіп абдырап, не істерін білмей тұрған аналар бар қоғамда. Әке өз өмірін сүріп жатыр, немесе өмірден өтіп кеткен. Өзінің туыстарының, жақындарының арасында шақырайын десе жәрдемге, оған бір жаны ашып, мол тәжірибесімен келетін еркек те жоқ. Сондықтан жалғыз басты аналардың жан айқайы алдымнан көп шығып жатыр. Ал үшінші үлкен мәселе, жалпы адамдар адаммен тұра алмай жатыр. Туыс-туғанмен, көрші-көршімен, шеше-қызымен деген сияқты. Осындай бір жалпы қарым-қатынастар. Себебі неде деп ойлайсыз? Зерттеген шығарсыз. Себеп, ең үлкен бірінші себеп, материалдық дүниелерді біз қолдан шектен шығарған құндылықтарға айналдырып, материалдық баю, аяқ астынан баю, тез баю деген сияқты себептермен материалдық құндылықтарды шектен тыс көтеріп жібердік. Ал рухани кісілік, сыйласу, дәстүр, қаншама жылдар бойы қалыптасқан қарым-қатынастың үлгілері біз үшін оп-оңай алып лақтырып жіберетін нәрсеге айналып кетті. Қойшы, сол келін болмай-ақ қойдым. Ене дегенді қоя салшы, көрші деген, мама деген демалсын, заманы басқа олардың. Әкем вообще, әке деген маған керек. Күйеу ма? Күйеу демалсын деген сияқты ұзақ уақыттан бері бір-біріне жіппен тоққандай байланған бір жақсы қарым-қатынастардың үлгісі бар еді ғой. Біз сол нәрселерді оп-оңай алып лақтырып тастап жатырмыз қазір. Өйткені неге? Біздің көз алдымызда жарық-жұрқ еткен жарнама әлемі өмір сүріп жатыр. Біреу бір күнде байып кетіп жатыр. Бір сәтте өзінің бүкіл бақытының, шалқыған бақытын көрсетіп жатыр да, адамдар шатасып қалды. Былайша айтқанда, бір қараңғы бөлмеден шығып қалғанда күнге көзің қарығып көрмей қаласың ғой түк. Қазіргі көп адамдар мына әлеуметтік желі арқылы өзінің шынайы өмірін көрмей қалып жатыр. Мен көп бауырларымызға айтамын. Бауырлар, байғаның жақсы, алға жылжығаның жақсы, дамығаның жақсы. Бірақ ол үшін сен мына жерді қатырсашы бірінші. Сен қазір таксовать етіп жүрсің ба? Мықты таксовать етші. Осымен бір ең максимум табысыңды тапшы бірінші кезекте. Күніне қанша? 40 мың, 50 мың, 30 мың табы. Сен қате соған жеткізші. Сосын кейін барып келесі бір проектіге өтесің. Одан кейін келесі бір проектті. Сол екі ортада Құдай жолыңды ашса, бір мықты адамға кездесесің, мүмкін басқа жаққа кетіп қаласың. Бірақ сен тұрған орныңда шеңгелде өскен жерде дүркірейді деген қазақта сөз бар. Сен бірінші мына істеп тұрған шаруаңды қатыршы бірінші. Мынадан анаған, анадан анаған аттай бермей. А қазір біздің қоғамдағы сол ең үлкен себеп жалпы материалдық дүниелер ең негізгі нәрсе болып насихатталып жатыр ғой бізде. Енді осы жерде бір сұрақ қояйыншы аға. Экономика жайлы, Қазақстанның халыққа жасалынып жатқан экономикасына, жалпы жағдайына сіздің көңіліңіз тола ма? Ол барлық мемлекетте, Қазақстан емес. Ол Америкада болсын, Европада болсын,
бір саланың адамдары толмауы мүмкін, бір саланың адамдары толуы мүмкін. Бірақ мен осы қоғам қайраткері ретінде бір нәрсені білемін. Қазақстанда қолы қимылдағанның аузы қимылдайды. Қазақстанда әзірге конкурентоспособность дейді ғой, мына бәсекеге қабілетті орта толық қалыптасып біткен жоқ. Сен бір тақырыппен торт сатып кірсең, біраздан кейін жайлап сол торттан пайда көре бастайсың. Сен жайлап таксовать етіп кірсең, бала шағаңды асырай бастайсың. То есть бізде бүкіл игеріліп қойған, сен тұмсығыңды сұға алмайтын жер жоқ. Бізде әлі де болса, сен бәсекеге қабілетті болсаң, өзіңнің бір жаңалығыңмен, еңбегіңмен кіретін болсаң, мен айтып жатқан жоқпын байып кету туралы. Күніңді көріп, былайша айтқанда таңыңды атқызып, күніңді батқызатын жағдайды жасауға болады. Сондықтан ол экономика деген нәрсе өте күрделі, ол мамандар жауап беретін нәрсе. Мен рухани ағартушылықпен айналысып жүрген адамдар болғандықтан мен оған философиялық тұрғыдан қараймын. Экономика дегенге мен философиялық тұрғыдан қараймын. Сол себептен өзімнің төңірегімде қанша көмекшілерім болды. Мысалға менің Марат деген көмекшім болды. Көлігімді айдады, қасымда жүрді. Сосын біраз Алматын зерттеп жүрді. Зерттеп жүрді да бір күн айтты, аға, бір ағаларым көмектесіп жатыр еді, мен бір газель айдап көрсем қалай болады деді. Оның табысы қанша екен дедім, сіздің беріп жатқан айлығыңыздан көбірек деді. Ну, жарайды, көр. Біраздан кейін, бір жылдан кейін қарасам, бір емес, 2 газель. 3 жылдан кейін қарасам, 4 газель. Қазір соның Алматыда 10 шақты газелі бар. Былайша айтқанда квартирасын алып, көптің қатарына қосылып кетті. Ол менің көлік жүргізушісім еді. Бірақ мен оған бір үлкен ақша берген жоқпын, айналымға ынта болды ода, талпыныс болды. Іздеді, зерттеді, қоғамды қарады. Экономика деген сол. Әр адам бірінші кезекте осы қоғамда мен өз жағдайымды қалай жасаймын, өзімнің тасымды қалай алдыға домалады. Ал енді отырып алып, мысалға жамандай беретін болсақ, минустарды көре беретін болсақ, ешкімнің ештеңесі кетпейді, сен қалып кете бересің бұрышта. Бұрышта қалып кете бересің. Сол себептен кез келген адам позитивті өмір сүруге тырысу керек. Мүмкіндік болғанынша жоқтан бар жасауға тырысу керек. Баяғыда бір сөз бар еді ғой, бір есек құдыққа түсіп кетіпті, соны көміп тастаңдар деп тапсырма бергенде, ана көміп жатқан кесектердің үстіне шыға беріпті, бір уақытта қарғып өтіп кетіпті. Немесе бір қазандағы сүтке 2 бақа түсіп кетіпті. Мына қазанға 1 бақа түсіп кеткен сүтке, мына қазанға 1 бақа түсіп кеткен. Мына бақа 1-2 рет талпынғанда сүттің түбіне батқан. Мына бақа талпына беріп, сүтті қаймаққа айналдырып, қаймақтың үстіне шығып, секіріп шығып кетті деген. Жай философиялық бір тәмсіл болғанменен, бәрібір түбінде әрекет деген нәрсе. Кез келген проблеманы өзіңнің игілігіңе айналдыру деген дүние бар да. Түсінікті. Аға, сіз жаңа айтып қалдыңыз ғой, отбасылық проблемалар қазір басым болып тұр деп. Мысалға біз осы журналистикада, мысалға біз оқимыз, 4 жыл оқимыз осы жұмысты атқару үшін, ал отбасы құру үшін де бір алдын ала бір дайындық керек сияқты. Сіз мемлекетке, халыққа не ұсынатын едіңіз? Үйленердің алдында мүмкін бір кішігірім оқу орталығы ма, дайындық орталығы ма, сіздің ойыңызға келді ма осындай бір ұсыныс тастау деген сияқты? Проблемалардың алдын алу, шешу жолдарын. Мемлекеттен болсын, кез келген жүйе жасап шығарған модель болса, ол адам баласына көмектеседі, бірақ ол толық проблеманы шешпейді. Себебі отбасы ол ең үлкен оның берекесі өзіңнің отбасыңнан алған үлгің. Негізгі қаншалықты сен бақытты отбасында өссең, келесі бақытты отбасының іргесін қалауға мүмкіншілік көбейеді. Сен қанша бақытсыз отбасында өссең, сен жаңағы сенімің, өз-өзіңе сенуің азайып, мысалы келесі бір бақытсыз шаңырақтың іргесін қалауға дайын тұруың мүмкін, мысалға да. Сол себептен негізі біз оттың басында, әсіресе әке-шеше өмір сүріп жатқанда, балалардың болашағын ойласақ, онда біз барынша бақытты отбасын құруға тырысуымыз керек. Балалардың алдын ұрыспауға тырысу керек. Егер ұрысып қалсақ та, балаларға әкесін жамандамау, балаларға шешесін жамандамау, әке-шешенің ортасындағы реніштерге балалар құрбан болып кетпеу керек. Құрбан болып кетпеу керек. Олардың детский травмада содан шығып жатыр. Мен бала кезде не жақсылық көрдім деген қаншама өмірге өкпелі, немесе осы әкемнен құтылып күйеуге шығып кетейінші, осы шешемнен алыс болып бір табыс тауып кетейінші деп қаншама қыз-жігіттер жан-жақта жүр. Сол себептен модель жақсы, мемлекет тарапынан орталықтар ашылуы мүмкін,
қаншалаған отбасылық институттар жұмыс жасап жатыр, қазір зерттеулермен жұмыс жасап жатыр. Бірақ кез келген бала бір отбасында дүниеге келеді ғой әйтеуір. Сол отбасында дүниеге келген бала бақытты отбасының үлгісін көрсе, содан артық оның болашағына бағыт сілтейтін күш жоқ, энергия жоқ. Бәрібір айналып келгенде алма ағашынан алысқа түспейді дейді. Бәріміз өзіміз көрген бір үлгілердің осы күнде жемісіміз. Шешеміздің бір тамақты қалай жасағанын көргенбіз, әкеміздің бір қонақты қалай сыйлағанын көргенбіз дегендей бір модельдермен өмір сүріп жатырмыз. Себебі адам баласы бала кезінде әсіресе айтқанды емес көргенді істейді. Айтқанды емес көргенді істейді. Сондықтан мен аудиториямен жұмыс жасап жатқанда айтамын да көбінде, ал кәнекей бас бармақтарыңызды көтеріңіздерші деймін аудиторияға. Бас бармақтарыңызды көтеріңіздерші десем, бәрі сұқ саусағын көтереді да мына. Сосын мен айтамын, мен сіздерге бас бармақтарыңызды көтеріңіздерші деп жатырмын. Мен сұқ саусағымды көтеріп тұрмын. А мен сіздерге айтып жатырмын, бас бармақтарыңызды көтеріңіздерші деп. Сіздер неге сұқ саусақтарыңызды көтеріп жатырсыз десем, сіз көтеріп жатырсыз ғой дейді. Әй, мен айтып тұрмын ғой, бас бармақтарыңды көтеріңдерші деп. Сонда адамдар бейсаналы түрде көргенін жасайды. Сен оған бас бармағыңды көтерші деп айтып тұрсың, бірақ ол көргенін жасайды да, сұқ саусағын көтереді да. Көрдіңіз ба? Себебі құлақтан кірген ақпарат жүрекке жетем дегенше өте көптеген кедергілер бар. Ал көзден кірген ақпарат ол бірден жүрекке барып орнығады. Көрдіңіз ба? Сол себептен қазақ айтады, ұшқанда не көрсең, ұяда соны не көрсең деп тұр да. Сондықтан жаңағы әке көрген оқ жонар, шеше көрген том пішер, көрген деп жатыр. Естіген, айтқан, үйреткен деп жатқан жоқ, көрген. Бала скайнер. Үйдің ішінде бала әкеге қарап отырады, не істейді, ішіп келе ма, қалай сөйлейді, теледидар көргенде не істейді, телефонға қалай жауап береді, бәрін көріп отыр. Біз ойлаймыз, бала ойнап жатыр. Бала ойнап жатқан жоқ, бала жан-жағын скайнер етіп жатыр, көшіріп жатыр. Сол себептен жалпы қазақтағы ең ауыр сөздің бірі не? Көргенсіз дейді ғой, көргені жоқ. Немесе көргенді жігіт екен дейді. Көргенді жігіт деген кезде бірден оның тәрбиесі, тәлімі, тегі еске түседі. Көргенді жігіт екен дейді мысалға. Сондықтан қазір біздің қоғамда сол көбірек көрсетуіміз керек қой. Көбірек көрсетуіміз керек. Мысалы үшін мен өзім үйде келінмен тұрамыз. Мысалға ұлым бар, келін бар үйде. Мысалға осы келінмен бірге тұрайық, бірге тұрмайық деп біз айтқан жоқпыз. Жалпы біз өзіміз енді әйелім келін болып түскенде ата-енемізбен тұрып көрдік. Кейін батасын беріп шығарды. Былайша айтқанда біз өзіміздің келінмен ата-ене болып тұруды көргенбіз да. Сондықтан кейін өзіміз ұлымыз үйленгенде келінмен тұру бізге қиындық болған жоқ. Себебі көргенбіз ол нәрсені. Не нәрсе? Келінді мейіріммен қарсы алу, одан талап ете бермеу, барынша үйренуіне, сіңісуіне мүмкіншілік жасау дегенді біздің анамыз көрсеткен бізге. Анамыз қаланың мен балконда өскен қызын ауылға келін қылып алып барған кезде, мамам соның жаңағы көп қылықтарына күліп отыратын, андай мазақтап емес, қолынан келмейді деп емес, жекіп емес, намысына тиісіп емес, күліп отыратын. Ой, үйреніп кетеді, ештеңке жоқ. Әлі бізден асырып істейді деген дейді. Шынында да сол келіндері кейін асырып істеп кетті тіршілікті. Бірақ ұлыңыз бен келініңізге таңдау жасадыңыз ма? Бірге тұрсаң болады, бөлек тұрсаң болады? Ол өздері, біз бөлек шық десек шықпайды. Біз қалжыңдап айтамыз, бөлек тұрсаңдаршы, үйренесіңдер, балаларыңды бағасыңдар, өздерің тірлік істейсіңдер десе, жоқ, біз тұра берейікші дейді. Ол өздерінің таңдауы, біздің таңдауымыз емес. Жақсы, түсінікті. Аға, сіз жаңа айтып қалдыңыз ғой, көптеген психологиялық кітаптар оқимын. Бір сұхбатыңызда тіпті шетелге барып оқып келген екенсіз. Сол оқып жатқан кезде социологтардың, психологтардың айтқанын бұрын мысалға біздің ата-бабамыз немесе салтымызда сіңген әдет ғұрыптармен бір ұштастырдыңыз ба, көрдіңіз ба? Өзі психологияда мынандай қағида бар да. Жалпы психология адамдардың шекарасы деген мәселені қатты қарастырады. Біз көбінде бізге келіп жатқан психологиялық білімдердің көбі негізінен батыста пайда болған, батыста дамыған, батыста қолданысқа кірген білімдер. Біздің елге кіргенде кішкене қаттылау болып, тіктеу болып, бір жансыздау болып келіп жататын сол ғылымдардың. Бірақ біз сияқты өмірлік тәжірибесі бар, жас кезінен кеше Қонаев сияқты аталардың тәрбиесін көрген, Фариза апамыз, Тұманбай Молдағалиев сияқты кісілердің қасында жүрген біз сияқты жас шәкірттер, біз оны адаптация жасаймыз міндет. Неге бізді миллиондаған адамдар тыңдап жүр қазір? Неге бізді әлеуметтік желіде миллиондаған
ұлдар қыздар өмірде кездеспеген адамдар тыңдайды. Себебі біз бар білімді қазақтың таным түсінігіне адаптация жасап береміз. Мысал үшін мысал үшін бағана айтқан жеке шекара. Біз ұзақ уақыт жаугершілікте соғыс режимінде өмір сүрген халықпыз. Қорғану, аттан деген айғай, Қаратаудың басынан көш келеді деген сияқты. Сол соғыс режимінде өмір сүрген кезде әсем еркек пен әйелдің ортасында мынандай бір ерекше жағдай қалыптасады. Бір-біріне түсіністікпен қарау деген. Күйеуім соғыста жүр ғой, аман кесе болды. Ол да мен соғыста жүрмін, әйелім үйде ауыр тірлікте жүр ғой, соның жүйкесін тоздырмайыншы, көңілін аулайыншы деген соғыс режиміндегі психология ұзақ уақыт біздің басымызда тұрған. Сөйтіп жүргенде бейбітшілік келді, бейбіт заман келді, қол ұстасып киноға баратын, қол ұстасып паркке баратын заман келді. Сөйткенде біздің талабымыз күшейді бір-бірімізге деген. Ей қатын, үйде отырсың ғой, сен неге бүйтпейсің? Ей, сен маған неге романтика сыйламайсың? Ол біздің табиғатымызда сіңісті болып қалыптасып, өзінен өзі жеміс беретін процеске кірмеген. Біз көбінде бір-біріне түсіністікпен қарап, бір-бірінен көп ожидания күтпей, бір-бірінен көп нәрсе талап етпеген қауым едік негізі. Әйелдер не деп тарихи кітаптарға қарасаң, әйелдер күйеуінен таяқ жеп қалса мынандай сөз қолданады екен да, тілімізден табамыз ғой деп. Сонда ұрып тастаған, күйеуін ақтаған да аналарымыз болған екен да тарихта. Сонда таяқ ұру дұрыс деп айтқыңыз келе ме сонда? Ұрып тұру керек деген. Мен айтып отырған жоқпын оны, тарихтағы жағдайды айтып отырмын. Мен керісінше ұруға, зорлық зомбылыққа өте қарсы адаммын. Бүкіл насихаттарымда оны айтып жүрмін. Мен тарихи фактыны айтып жатырмын. Тарихи фактіде тіптен үйіне сал серілер, осыдан 100 жыл, 150 жыл бұрын сал серілер, Біржан Салдар, Ақан серілердің заманында сал серілер өзінің ауылынан өтіп баратып үйіне сәлем айтып кетеді екен. 3 ай бұрын былай кетіп баратқан, енді 3 ай бұрын былай кетіп баратқанда біздің үйге сәлем айтыңдар деп. Осы бір кездерде норма болған. Сондықтан да қазір біздің жігіттердегі кейбір абьюзерліктің кетпей жатқаны, біздің жігіттер өзін абьюзер есептемей жатқаны тарихи санасында сондай өте қатал табиғи бір процестер өткен біздің халықтың басынан. Енді біз бейбіт заманға келдік. Технология заманына келдік. WhatsApp'та секунд сайын, минут сайын бір-бірімен сөйлесіп отыратын заманға келдік. Сондықтан осыған бейімделу керек енді. Біз баяғыда жауға шапқан екенбіз, атам қамшысы бар еді, кемпірін сабайтын еді деген заман өтіп кетті. Мен тіптен айтам, жаңа ғана көкте бір жігіт айтады маған, аға көктем шығып келе жатыр, қазір қыздар шешінеді, бізге қиын болады дейді. Мен айтам, мен бала кезімде сөйтіп ойлайтынмын, қыздар шешінсе жігітке қиын болады деп. Көз өзіңдікі ғой, тиісаш. Көз өзіңдікі ғой, тиісаш. Сонда не енді, шешінген қыздың бәрін түгендеп жүруің керек па? Өз өміріңді сүрмейсің ба? Демек, қазір еркектерге сондай жауапкершілік уақыт келді, біреу шешінгені үшін сен өзіңнің қозып жүргеніңді ақтауға болмайды. Немесе біреу жаңағы теріс жолға түсті екен, немесе ажырасқан әйел көп екен, немесе жаңағы байы жоқ әйел көп екен деген сенің бұзылып кетуіңе себеп болмау керек та. Адам өзін өзі ұстау керек. Өзімен өзі айналысу керек. Мысал үшін, тарихқа қарасаң, тарихта да Жүсіп деген пайғамбар болған. Жүсіп деген пайғамбарға сондай сұлулық үшін әйелдер ғашық болған. Бірақ ол үшін ешкім Жүсіпті ақтаған жоқ ол кезде. Ойбай Жүсіп, енді әйелдердің бәрі қолын кесіп жатыр сенің сұлулығыңнан, сен бейшара енді күнә жасамағанда не істейсің деген жоқ. Керісінше Жүсіптен тақуалық, өзін өзі ұстау талап етілді. Алла тағала біз оны жамандықтан қорғап алып шықтық дейді. Сондықтан қазіргі кезеңде біз жақсы жағына қарай, адами сапаға қарай өзгеруге тырысуымыз керек. Сол сөзді біз жастарға біз айтуымыз керек негізінде. Мысалға, Құдай бетін аулақ қылсын, педофилдер біреулерді зорлап тастап жатыр. Қарасаң, ол тек қана мини-юбка киген үшін емес, сап-сау кәдімгі ешқандай мини-юбка кимеген балалар да зорланып жатыр ғой. Өздерінің туған қыздарын зорлап жатқандар да бар қазір. Сондықтан еш уақытта күнәні ақтауға болмайды. Еш уақытта арсыздықты ақтауға болмайды. Адам баласы өзімен жұмыс жасау керек.
біреуге сіздің сөзіңіз өтетіндей жағдай бар ма? Анаңызға, қарындасыңызға, қызыңызға сөзіңіз өтсін. Ал бірақ көшедегі адамға бірдеңке айту үшін бірінші соған менің сөзім өте ме өтпей ма, менің хақым бар ма жоқ па деп қарауымыз керек та. Біреуге бірдеңе деу үшін, мысалы үшін. Сондықтан біз қазір сондай бір қоғамда өмір сүріп жатырмыз. Біз біреуге бірдеңе дегеннен бұрын біз өзіміздің адамгершілігімізбен, әдебімізбен, абыройымызбен үлгі болуға тырысуымыз керек. Адамдар саған қарап қызығып, сен сияқты болуға тырысса, мен ойлаймын, мына мұсылман адамның дейміз ба, иманды адамның дейміз ба, ибалы адамның, парасатты адамның негізгі функциясы сол болу керек. Былайша айтқанда, жұпар шашып тұру керек, үлгі шашып тұру керек. И соған қарап адамдар өзінен жеркену керек. Мен осы ішпей ақ қойыншы, мен осы шекпей ақ қойыншы, осы кісі сияқты жүрсем де бақытты боламын ғой деп адамдар талпыну керек. А бізде бассап қақысы бар да жоқ та біреуге сенікі дұрыс емес, сен неге ішесің, сен неге жүресің, сен неге тұрасың десең, ол адам саған мың факторды алып келеді. Ойбай, зайырлы қоғамымыз, менің жеке шекарам бар, менде не шатағың бар, өз жолыңды біл деген нәрсені алып келеді қазіргі уақытта. Заман сондай. Сол себептен менің ойымша төңірегіне өзінің парасатымен, жақсы қылығымен үлгі болатын адамдар көбею керек қой. Былай қарасаң, ол бірден эффекті бермейтін сияқты. Сен үлгі болып кім түзетесің деген сияқты. Бірақ шынтуайтына келгенде, анау аспаннан жаңбыр жауады кейде. Найзағай, кемпір қосақ, неше түрлі спецэффектілермен жаңбыр жауады. Бірақ жаңбырдың суы егіске, жаңбырдың суы көп, қауын қарбызға пайдасы жоқ. Арықпен үндемей келген судың пайдасы көп та кейде. Жай арықпен лай су келеді кейде. Үндемейді, лай қайламайды, найзағайы да жоқ, оның артында жаңағы кемпір қосағы да жоқ. Бір арықпен жылып жүріп ағып су келеді. Бірақ қарасаң, қауын да пісіп жатыр, қарбыз да пісіп жатыр, пияз да пісіп жатыр. Сол сияқты менің ойымша қоғамдағы үлгі болатын тұлғалар арықтың суы сияқты ақырын асықпай, бірақ құнарымен жүру керек деп ойлаймын. Оның құнары болу керек та. Жақындап кеткен кезде адамға құнар беру керек, нәр беру керек. Өкінішке орай бізде коучтар, психологтар неше түрлі лотерея ойнатып, жарқ жұрқ етіп, кемпір қосағы, найзағайы ұрып тұрған тұлғалар бар, бірақ жақындап кетсең анау айтқан пайда жоқ. Аға, енді мына сұрақты мен оқығым келіп тұр, айыпқа бермасаңыз. Қазіргі таңда діни, дәстүр, түсініктер көп талқыға түсіп жатыр. Оны өзіңіз де білесіз. Мұнда қазақ өз идентикасын сақтап қала отырып, болмысынан ажырамай өте алады деп ойлайсыз ба? Мәселен, окно Авертона эффектісін білесіз, құндылықтар өзгермей тұрмайды. Мұнда біздің ұлттың қайнар көзі не болу керек деп ойлайсыз? Енді окно Авертона деген дүние ол қай кезде де бір қоғамды өзгерткісі келетін күштердің тарапынан жасалынатын бағдарлама ғой. Мысалға, ойбай, қазақтың ішінде де адам жеген, адамның етін жеген біреулер бар екен деп қазір біреу жазса, басында ел шошиды, қой, қазақ адам жемеген деген сияқты. Біраздан кейін барып айтады, өткенде бір жерден оқып қалдым, бір қазақтар адам жеген дей ма дейді. Сосын келесі бір жерде қазақта адам жеген ғой деп келіседі. Сөйтіп, енді адам жеп атқан кезде, ана көрші елдер жатырдан түскен баланы жеп атса нормальный болады. Біреу ит жеп атса нормальный болады. Жылан жеп жатса нормальный болады. Көрдіңіз бе? Окно Авертона деген адамның ақылы қабылдай алмайтын ақпаратты қоғамға періп жібересің, ел шок алады, бірақ біраздан кейін ол да қабылданады. Енді менің ойымша біздің қоғамда ұлт өзінің бірегейлігін, ұлттық сипатын ұстап қалу өте мүмкін нәрсе деп ойлаймын. Себебі мынандай қағида бар. Біздің мыңдаған жылдардан бері ұстанып келе жатқан ата дініміз, ғасырлар бойы қалыптасқан халықты салт дәстүрмен басқарды ғой, енді кешегі Тәуке ханның жарлығы да бәрі соны айтып тұр. Салт дәстүр, жөн жосық деген дүниелер бар. Ол нәрседе бұның ешқайсысы бір алып лақтырып жіберетін дүниелер емес. Бұның бәрі бір-біріне етпен тырнақтай қабысып тұрған дүниелер ретінде қабысып, өзінің жолымен болып жататын. Енді қазір медиа биографияның заманы. Қазір адамдар өзінің ата тегінің биографиясымен емес, немесе түйсігімен емес, немесе бір жүрегінің қалауымен емес, өкінішке орай медиа пространствода не нәрсе трендке айналса, сонымен өмір сүріп жүрді адамдар. Жарнаманың күшімен өмір сүріп жүр.
Сондықтан медиа биографиямыз қазір бізге бір дін деген нәрсе немесе бір қоғамдағы қайшылықтар деген нәрсе бір мазамызды алып жатқандай жан жақтан жаңағы насихаттар жасалып жатыр. Шынтуайтына келгенде дін деген ондай бір талқыланатын нәрсе емес та. Немесе салт дәстүрде бір аяғымыздан тартып бізді орта ғасырға тартып баратқан нәрсе емес негізі. Бұлардың барлығы өзінің орнында тұрған дүниелер еді. Бірақ өкінішке орай медиа кеңістіктегі қоғамға жанашымайтын, өзінің насихатын жасағысы келетін қаптаған қалың тұлғалар жұрттың миын ағызып, санасын шаршатып, шатастырып жіберді қазір. Дін мен дәстүрді құрал ретінде қолданып құрал ретінде қолданып, қоғамды ұрыстырып қойды бір-біріне. Қоғамды ұрыстырып қойды. Өзіңіз білесіз. Мысалға, қызыл құмырсқа бар, қара құмырсқа бар, 100 қызыл құмырсқа мен 100 қара құмырсқаны 5 литрлік банкіге кіргізіп, аузын жапсаң, олар өмір сүре береді. Бірақ банкінің сыртынан шайқасаң, бір-бірімен қырылысады. Тура сол сияқты дін мен дәстүр мыңдаған жылдар бойы қырылыспай-ақ бір-бірімен қабысып, қоғамға қызмет етіп келді. Бірақ соны бір адамдар шайқады да. Ол қалам ұстағандар да бар, оның ішінде микрофон ұстағандар бар, қамшы ұстағандар бар. Әйтеуір түрлі қоғамға әсер ететін құралды ұстаған адамдар соны шайқады. Соның себебінен өзінен өзі қараптан қарап дінді жек көретіндер, қараптан қарап салтты жек көретіндер, қазақтан қарап қазақтың бір дүние танымын жек көретін адамдар пайда болды. Мен осыны көріп жүрегім ауырады және ішім ашиды. Шынтуайтына келгенде әлгі бір анекдот болушы еді баяғыда. Бір орысқа көлігіңді жөндетіп моторын жинатсаң дейді да. Орысқа көлігіңді жинатып моторын жинатсаң дейді, бәрін жинап береді. Ал енді қазаққа көлігіңді жөндетіп моторын жинатсаң, Брус Болт артық қалады дейді да. Қайқа бұрайтынын білмейді, бірақ Брус Болт соңында артық тұр дейді да. Негізі олардың орны бар, бірақ бұралмай қалған. Біз қазір қоғамда бір дін осы қоғамға бұрайтын тетігін таппай бір артық жатқан нәрсе сияқты. Бағанағы қазақ жинаған мотор сияқты бір Брус Болт жүр да біздің қоғамда бос. Ол дін болады кейде, ол кейде салт, ол кейде дәстүр, ол кейде тағы бір нәрсе. Мысалы үшін осының бәрі неден? Білікті адамдар қоғамның ағартушылығымен айналыспағаннан. Қазір білікті мықты адамдар бар. Анау сенатта отқан, медианың биігінде жүрген, ғалым, ғұлама. Бірақ олардың көбі қоғамдық талқыдан, комментарийда жаманатты болудан қорқады. Сондықтан о жаққа шығып дұрыс сөз айтпайды. Сондықтан ниеті дұрыс емес. Қоғамға жанашмайтын адамдар белсенді болып мінберге шығып кеткендіктен қоғамға шатасып қалды. Мысалға мен мықтылығымнан емес, сол қазақты жақсы көргеннен осы медиа кеңістікте жүрмін. Таяқ жесем де, неше түрлі жала жабылса да, комментарийларда талқылап, мені боқтап жатса да жүрем. Неге жүрем? Білесіз ба? Себебі таяқ жесе де біреулер сол жүкті көтеріп жүру керек. Өйткені кеше Ахмет Байтұрсыновтар түрмеде отырса да осы ұлттың жоғын түгендеп кетті. Біз ондай жағдайда отырған жоқпыз ғой енді. Біз тыныштық замандамыз. Ең болмаса комментарийде таяқ жеп болса да осы ұлттың қамына қызмет жасап кетейікші деп жүрміз да. Өкінішке орай біздің көптеген зиялы қауымның адамдары халықтың алдына шығып бір дұрыс сөзді айтудан қашады, қорқады. Себебі бастап талайтынын біледі. Одан да тыныш отырайын дейді. Сондықтан мына жаман адамдардың, тексіз адамдардың көсемсігенінен емес көбінде, текті парасатты адамдардың белсенді болмағанынан қоғам бұзылады. Үнсіз қалуынан, жаңағы жайбарақат болуынан. Аға, енді соңғы екі сұрағым бар. Бірі бала тәрбиесіне және соңғы қорытындылайтын сұрақ. Қазір көрші мемлекеттерде әлеуметтік желіні балаларға қолданылмай 12 жастан 18 жастан бастап қана қолдануға рұқсат беріп жатыр. Сіздің қолыңызда билік болса, қолыңызда мүмкіндік болса, балаларды осындай әлеуметтік желіден шектеу үшін сіз қандай бір шара қолданатын едіңіз? Қазір балаларымызды шыны керек трендтар бізді тәрбиелеп жатыр балаларымызды. Әлеуметтік желі, TikTok, Instagram, YouTube деген сияқты. Мен жақында Жапонияда болдым. Бірнеше ай бұрын. Сол Жапонияда болғанымда мектептерінде болдым, балабақшаларын көрдік. Сол жердегі жастардың әлеуметтік желімен қарым-қатынас мәселесін сұрастырдық. Сол кезде мүмкін нәрселерді байқадық. Мүмкін нәрселеріне ата-аналар әлеуметтік желімен бәсекеге түскен. Яғни өз баласы үшін күресіп жатыр.
біз өз баламызды қолдан әлеуметтік желіге бере салдық қой, әйтеуір жыламаса болды, тыныш болса болды дегендей да. Ал олар кәдімгі әлеуметтік желі бір ауылдың шетінен кірген бір судың селі сияқты соның алдын тосып, кәдімгідей сонымен жұмыс жасап, өз балаларының тағдыры үшін, жүрегі үшін, көзі құлағы үшін күресіп жатқанын көрдік. Сондықтан қолымызда қандай да бір әрине құзырлы мүмкіндік болса еді, біз балаларымызды бұл құрбандықтан қорғауға тырысуымыз керек. Ол заңмен бола ма, ол бір қоғамдық тетіктері арқылы бола ма, басқа арқылы бола ма. Неге? Себебі баланың ағзасы ғана емес, оның санасы да, оның жан дүниесі де әлі қалыптасу үстінде. Оның әлі ол бір дұрыс пен бұрысты өзі таразылайтындай, немесе бір жаманды қойған сіңіп кетсе, соны біраздан кейін сыртқа шығарып тастайтындай мүмкіншілігі жоқ. Өкінішке орай балалардың миында көптеген клеткалар зақымданатын болса, жас болғандықтан қайта қалпына келмейді екен. Сондықтан қазақ айтады ғой, ойын баласы дейді. Ойын баласы деген ең негізгі шаруасы ойнауға тиісті болған бала деген сөз ғой. Мен өзім осы нәрсемен жұмыс жасап көрдім. 4 жастағы ұлыммен жұмыс жасап көрдім. Бір апталар болды, жылап, жер тепкілеп, жаңағы ютубқа жабысатын жағдайға түсіп қалды. Енді ата-әжелер еркелетіп қойды, біз болмай қалдық қасында. Сол кездерде жұмыс жасадым да ойладым, оны қолынан жұлып алуға болмайды. Бірақ жер бетінде одан қызық, одан тәтті нәрсе бар ма оған? Бар. Ол ата-ананың махаббаты мен мейірімі. Одан қызық нәрсе бар ма? Бар. Ол ойындар. Бірақ оның насихаты жоқ, бала оны түсінбейді. Мынау жақсы, мынау жаман дегенді 4 жастағы бала түсінбейді. Сосын не істедік? Жайлап баланың бір қолынан ютубты алып жатсақ, екінші қолына одан да бір қызық ойынның түрін тауып беруге, одан да қызық бір ойыншық әперуге, одан да қызық бір оның көңілін аулайтын бір дүниені алмастыруға тырыстық. Бірақ ол уақытша. Бірақ соны тоқтатпадық. Тоқтатпай, 1 ай деген кезде бала кәдімгі 4 жастағы бала ютубқа қызықпайтын, ол жерде керек емес блоктар менен мультфильмдерді көргісі келмейтін, одан гөрі ойыншық құрастырғысы келетін, одан гөрі далаға шыққысы келетін, одан гөрі әкесімен бірге қол ұстасып паркке барғысы келетін балаға айналды. Мен өз басымнан өтті осы нәрсе. Бірақ кейде оны 1 апта айналыссаң, бұл шаруа нәтиже бермеуі мүмкін. Мүмкін 2 аптада да нәтиже бермеуі мүмкін. Мүмкін 3 аптада. Бірақ 1 айда нәтиже берді. Бірақ кейбір ата-ана айтуы мүмкін, біз үйтіп баламызбен 1 ай айналысатындай қолымыз тимейді, жұмыстамыз, андамыз, мұндамыз деп. Бірақ айналып келгенде сол жұмыстан бос уақыттың өзінде де, сол жұмыстан қалт еткен уақыттың өзінде де біз өкінішке орай әлемдік әлеуметтік желіменен бәсекеге түсуге тырысуымыз керек. Себебі біздің бәрібір махаббат мейірімімізден эффектіне емес олар. Біздің махаббат мейірімімізден артық емес. Сөзсіз Құдай баламыздың жүрегін бізге қарай бұрады, әлеуметтік желіге емес. Жақсы аға, енді қорытындылайтын сұрақ, сіз өзіңіз халықпен тығыз байланыстасыз ғой қазір. Хал ахуалы қалай жалпы? Жалпы енді жүрген тұрған жерімізде біз Абайдан артық айта алмаймыз ғой. Абай айтады, көзінен басқа ойы жоқ дейді. Жалпы былай тобыр туралы айтқан кезде көзінен басқа ойы жоқ адам деп айтады. Өкінішке орай ондай адамдар қазірде де бар. Ойланып өмір сүретін адамдар бар. Ал ойланып өмір сүрген адам өзінің өміріне мән табады. Ол кәсіп жасаса соны сүйсініп жасайды, бала шағасы болса соған шүкіршілік етеді, жары болса соны қартайтқысы келмейді, баласы болса содан жақсылық көргісі келеді дегендей да. Негізі Томас Эдисон деген кісі айтады, батыстың үлкен инженер, физик ғалым айтады. Адам баласы ойлануды тоқтатқан күні дейді, дүние тіршілігі тоқтайды дейді. Қазір біздің төңірегімізде бізді ойландырмай өмір сүруге итермелейтін факторлар көп та. Ойланба сен. Өмір сүр. Жат тұр, ішше. Біз соңғы уақыттарда неге біз адамгершілік, мейірім, махаббат деген нәрселерден алыстап жатырмыз? Кешірім, жанашу, түсіну, кешіре салу, көмектесу, қол ұшын созу деген нәрселерден алыстап бара жатырмыз. Себебі ойланбаймыз. Ойланбайтын адамның көбейіп бара жатқаны қорқытады мені. Кәдімгідей
ойланбай, кәдімгі қорадағы мал сияқты, көшедегі аң сияқты, ойланбай кәдімгі өзінің шахуаты мен нәпсісі не қаласа, соны жасағысы келетін адамдар көбейіп бара жатыр. Мүмкін оның астында қымбат көлік болуы мүмкін, ол бір көшеде біреуді оп-оңай басып кетуі мүмкін. Оның қалтасында ақшасы болуы мүмкін, ол біреудің арын сатып алғысы келуі мүмкін. Сол сияқты ойланбай өзінің кәдімгі жыртқыштық қалауларын қандыру үшін ғана өмір сүретін адамдардың көпейіп бара жатқаны мені қорқытады. Себебі неде деп іздестіріп көрдіңіз бе? Себебі неде деген кезде, жалпы біздің президентіміз де көп адамдар да осыны айтып жатыр ғой, адамзат бір турбулентный зонаға кірді деп. Адамдар бір соғыс аңсаған, қан аңсаған, адамдар бір қатыгездік, біреуді жаншу, біреудің қақсына кіріп кету деген әлемде трендке айналып тұр қазір. Әлем бір хан қасап дейді ғой, бір анау Газадағы кішкентай шырылдап қырылып жатқан балаларды көрген кезде, анау Украина мен орыстың ортасында қаншама мерт болып жатқан қыршынды көрген кезде, қазіргі Иран мен батыстың ортасындағы соғыстан қаншама тоқтап қалып жатқан игіліктерді көрген кезде, ойлайсың да, шынында да адамзат бір дір-дір еткен, қанды аңсаған бір турбулентный зонаға келіп кірген сияқты. Бұл бір адамзаттың құбылысы сияқты. Міне осы кезеңдерде әрқайсымыз жүрегіміздің тыныштығы үшін күресуіміз керек. Қазір Иран не болады, Украина не болады емес, вообще менің жүрегім не болады, мен стресте жүрген жоқпын ба, ертең давление болып, қаным миыма қан құйылып, өз жүрегім тоқтап қалмай ма, өз таңертең оянам ба дегендей, әр адам өзінің жүрегінің тыныштығы үшін күресу керек. Себебі турбулентный зона, адамзат шайқалып тұр. Адамзат бір-біріне игілік шашып жатқан жоқ. Адамдар бір-бірінің жүрегінде тыныштық торлап жатыр қазір. Адамдар бір-бірінің шекарасына кіріп кетіп жатыр. Зұлымдықты норма қылып көрсетіп жатыр адамдар. Әділетсіздікті норма қылып насихаттап жатыр бір-бірлеріне. Кәдімгі зорлық, зомбылықты норма қылып насихаттап жатыр. Осыны қабылдауым керек, осы норма деп жатыр. Міне осы кезде біз әрқайсымыз жүрегіміздегі, баяғы қазақ айтады ғой, әлгі жатсам тұрсам, Абай айтады ғой, жатсам тұрсам ойымда бірақ тәңірім. Сол айтқандай, мына тыныштық Құдай жүрекке тыныштық сыйлаушы еді. Бұрын бір адамменен сырласып сұхбаттасқанда, жақсы адаммен отырған жарты сағат жаманның өтіп кеткен өміріндей деп айтушы еді. Ту шіркін-ай, сол күнге отырсай деуші еді. Бізге спецэффектілер керек болған жоқ. Керемет бір көлгөсір дастархан керек болған жоқ. Керемет бір әлгі аттың белін қайыстыратын сыйлық керек болған жоқ. Сыйластық керек еді. Сағынатынбыз. Сондықтан қазір халықтың жағдайы қандай деген кезде, жалпы ойланбай, қай жаққа баратқанымыз белгісіз, Құранда Асыр сүресінде айтқандай, адамзат бірін-бірі таптап бір жаққа асығып бара жатыр. Міне осы бір-бірін таптап, жаңағы асығып, жан таласып бара жатқан жұрттың ішінен біз өз құндылығымызды жоғалтып алмай, ұлттық құндылығымызды, отбасылық құндылығымызды, жеке адам ретіндегі құндылығымызды жоғалтып алмай, сол нәрселерді бәрібір алақанымызда аялап ұстауға тырысуымыз керек. Өйткені жер бетінде миллион адам қырылып қалған, 100 миллион адам қырылып қалған, 30-40 миллион адам қырылып қалған соғыстар да бітті. Олар да өтті, тирандар да кетті. Жер беті қайтадан тыныштық оралды. Ары қарай ұрпақ жалғасып жатыр, ары қарай құндылықтар сақталып жатыр. Сол сияқты күннің жаманы кетеді. Біз айтып жатқан, біз көріп отқан соғыстар да бітеді ертең. Бірақ сол кезде жер бетінде Құдайын ойлайтын, бір-бірін құрметтейтін, құндылығына жабысқан қазақ қалу керек қой. Және ол бір ертеңнің еншісінде емес, ол бүгін басталу керек. Біз бүгін бір-бірімізден бір құндылықтар іздеп, бір-бірімізден бір ішкі мазмұнымызды, миссиямызды іздеуіміз керек. Мен не үшін сізге түнгі сағат 1:30-да келіп отырмын? Егер осы сөзді сіздің арнаңыз арқылы бір жүрегінде жылуы бар, ішкі дүниесінде бір ақ ниеті бар қазақтар тыңдаса, соларға пайдам тисе деп отырмын. Мен де бала шағам қасында ұйықтағым келеді, мен де жолға дайындалғым келеді. Бірақ мен бизнесмен емеспін, жұртқа ақша таратып жатқан. Мен бір билік иесі емеспін, қол қойып көлгөсір шаруа шешіп жатқан. Менің қолымда бір-ақ нәрсе бар: Құдай берген ақындық, Құдай берген тіл. Соның хақысын бергім келеді. Кез келген малдың зекетін берген сияқты, осы білім мен тәжірибенің зекетін бергім келеді. Сол білім мен тәжірибенің зекеті ретінде түннің бір уағында болса да келіп сіздің студияңызға осы әйтеуір әлгі білімдіден шыққан сөз талаптыға болсын кез дейді ғой, бір талапты адам болса, солардың бір тағдырына талғажу болса екен деймін. Сондықтан ел аман, жұрт тыныш болсын. Рахмет аға.
алтындай уақытыңызды бөліп келгеніңізге көп рахмет сізге. Өте бір жақсы рухани сұхбат болды. Рахмет көп сізге. Сізге де көп рахмет. Бәрі сәтті болсын.